Евро-доллар парасы бойынша келесі аптаға анализ және де мен қандай сценарий күтем, соған разбор. Анализді бір айлық таймфреймнен бастайм. Бізде фрактальный рейт болған және бір айлық SNR бар. Бір апталық таймфреймда имбаланс және де мынандай деңгей бар. Бұл деңгей SNR мен синхронизация алып тұр. Бұл өте мықты деңгей, өйткені баға бұл жерде 203 күн бойы бұза алмай, қаңтар айында бірақ бұзған болатын және де қазір поддержка ретінде қолданылады. Тағы бір заметка, бізде мына жерде фрактальный рейт болғанда баға реджект алған болатын және де келесі жолы осы деңгей сопротивление ретінде қолданылады. Мән берсеңіздер, баға осы жерден сопротивление алған болатын. Екіншіден, дискаунт премиум зонасын сызатын болсақ, баға бізде арзан зонада тұр, дискаунтта. Трейдерлар әрқашанда арзан алып қымбат сату керек, қымбат сатып арзан алу керек. Сондықтан бізде баға қазір арзан зонасында тұр. Мен келесі аптаға толықтай лонг қарастырып отырмын, өйткені екі деңгей бар, имбаланс бар және де баға дискаунт зонасында. Тек қана лонг қарастыруға болады. Алдыңғы аптада баға бізде пересвип жасаған болатын. Пересвипті күттім. Егер де баға бұдан төмен закреп алатын болса, мүмкін шорт болып кетуі мүмкін еді. Бірақ баға бізде бұл деңгейден жоғары закреп алды. Бұл дегеніміз лонгтың вероятностын көбейтеді. Енді келесі аптаға мен осы жерден лонг қарастырам. Свинг трейд ретінде осы деңгейден мына фракталға дейін лонг қарастыруға болады. Свинг трейд стилінде. Ал егер де интрадей стилінде мынандай сценарий күтем. Баға мына жерден өсіп, егер де 4 сағаттық немесе бір күндік имбаланс пайда болатын болса, опорный точка ретінде қолданылуға болады. Өйткені мына жерден бізде сатып алушылардың объемы кіру мүмкін және де ФВГ бізде оны растайтын болады. Осы жерден опорный точка ретінде мына фракталға дейін қарастыруға болады. Егер де бұл фракталға баға келгенде ақырындап замедление алып, әлсіздік көрсететін болса, шорт қарастыруға болады. Бірақ оған әлі ерте. Ал егер де баға келіп мына жерде күш көрсетіп, жоғары закреп алатын болса, біз жоғарыдағы фракталды көздеуге болады. Тағы бір айтып өтетіні, баға бізде мына жерде реакция алған болатын, шартовый, және де мына свечаларды қарайтын болсаңыз, бір имбаланс, ешқандай сатушылардың күшін білдіретін, былай айтқанда переменный жоқ. Тек қана әлсіздікті көрсетіп тұр. Пересвип жасады, қазір мына жерде сатып алушылардың объемы кірсе, лонг қарастырамыз. Егер видео пайдалы болса, лайк пен комментарий және подписка жасауды ұмытпаңыздар.